Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер осындай өте дәмді болып шығатын чебуректерді жасаймыз. Чебуректің қамыры үшін бізге керегі ұн, тұз, бір бүтін жұмыртқа, күнбағыс майы және де ыстық су. Суымыз міндетті түрде ыстық болуы керек. Ең біріншіден ыстық суымызды құямыз, сосын тұзымызды саламыз. Енді ішіне күнбағыс майын қосамыз және де бір бүтін жұмыртқаны қосып барлығын араластырамыз. Енді оның ішіне біртіндеп ұнды қосып қамырымызды илейміз. Fantastic. Қамырымызды илеп болған соң, оны үстін пищевой пленкамен немесе орамалмен жауып қоямыз. Жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Біз оны жылы жерге қойғаннан кейін 20-15 минуттан кейін оны қайтадан ашып, қайтадан араластырамыз. Осылай 1-2 рет қайталаймыз, сонда біздің қамырымыз жұмсақ болып шығады. Ал енді біз чебуректің начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге керегі тартылған ет, яғни фарш. Менде сиырдың тартылған еті. Және де пияз бізге керегі, су және де тұз. Осы барлығын бірге қосып, араластырамыз жақсы етіп. Ең біріншіден біздің етімізге пиязды қосып араластырамыз. Енді оның ішіне суны қосып, қайтадан араластырамыз. Енді оның ішіне сіз өз қалаған дәмдеуіштерді қоса аласыз. Енді біз өз қамырымызды алып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен осылай әрбір бөлікті 40 граммнан жасадым. Ал сіз әрине де оны өлшемесеңіз де болады. Міне менде осыншама бөліктер шықты. Мен осы барлығын енді орамалмен жауып қойдым, олар күйіп кетпес үшін. Және де осылай бір бөліктен алып, оны осылай оқтаумен жаямын.
Мен осындай қалдықта жайып шықтым. Өте жұқа етіп жаймаңыз, себебі чебуректеріңіз жыртып қалуы мүмкін. Қамырыңызды жайып болған соң, оның ішіне тартылған етті, яғни фаршты салыңыз. Енді осылай оның үстін жауып шығамыз. Әдемілік үшін вилкамен де басып шықсаңыз да болады. Және де мен осындай пышақпен оның артық жақтарын кесіп шықтым. Әдемілік үшін. Осылай біз барлық чебуректерді жасап шығамыз. Енді осылай қызып тұрған майға чебуректерімізді саламыз және де пісіреміз. Кішкене уақыттан соң чебуректерімізді алып айналдырамыз. Енді басқа жағын олардың пісіреміз. Міне бізде осындай өте әдемі, әрі де өте тәп-тәтті чебуректер шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін.